таяммумга ниет кыламыз. Таяммум жалпы 2 соққыдан турат. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айткандай, биринчи соққы менен жүзүмүздү сыйпайбыз, экинчи соққы менен толук колумузду, билегимизди сыйпап чыгабыз. Сону менен таяммумубуз биздин кемел болады. Бисмилла, онда толук бир көрсөтүп жиберейик. Таяммумга ниет кыламыз, курметтүү жамаат. Таяммумда ниет шарт. Таяммумда ниет шарт. Бул жерде даретке, намазга, үлкен кулчулукка ниет кылуубуз кажет. Бисмилла. Алдыга және артқа соққаннан кейін тарту бұл сүннет амалы болып есептелет. Егерде қолда тас бір шаң бір нәрсе тұрып қалса, бүйтіп қағып жіберуде бұл сүннет амалы. Сосын не істейміз? Жүзімізді толық бір сипап шығамыз. Бірінші соққысы, екінші соққында ұрамыз, алдыға артқа жылжытып тастарды бір қағып түсіріп жібереміз да, не істейміз? Қолымызды толық бір сипап шығамыз. Қолымызды толық бір сипап шығамыз осылай. Осыменен біздің жалпы таяммумыз осымен тамам. Бұл осыменен мінекей құрметті жамаат, бұның ешқандай қиыншылығы жоқ. Осыменен біздің таяммумыз тамам. Мынау жасалған қазіргі амалменен толықтай дәретпенен жасалатын кез келген құлшылықты жасауға болады. Сол үшін де кейде дәрет алуға мүмкіндік болмай қалған жағдайда оны сылтауратып, Аллах тағаланың бұйырған парызы намазды үзуге тоқтатуға болмайды. Аллах тағаланың бұл бізге берген жеңілдігі, иншалла барынша Алланың жеңілдігін пайдаланыңыздар.